емдеген жоқ. Бұл ұлы ақынға деген құрмет болса керек. Қойыңызды. Ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің негізгі қалаушы және тұңғыш классигі Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған Абай оқулары атты халықаралық әдебиет сайысының жеңімпаздарын марапаттау рәсіміне шақыруымызды қабыл алып келгендеріңіз үшін үлкен шын жүрегімізден ризашылығымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Абайдың мына бір Құдайдың берген, бойына берген қасиеті бір кереметтігін айтайын. Мысалға, орыстың ақыны Михаил Лермонтов немістің Гете деген ақынның өлеңін аударды. Абай Лермонтовтың өлеңін қазақша сөйлете келіп, қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап. Қандай мына сөзбен сурет қайта салды және соған ән шығарды. Өлеңіне бір шумақ оқып бересіздер ме? Қырық жан болғанда алыстан серме жүректен тербеп шымырлап бойға жайылған Мен алғашқы осы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің кітапханасына үлкен алғыс білдіргім келеді осындай іс-шара ұйымдастырып жатқандарына. Және де осы іс-шара жайлы мен Instagram желісінде білдім. Және де бұл өте осы жастарға ақыл ойды және де осы Абайдың өлеңдерін оқығанда өз ақыл ойымды, өз өзімді дамытуға деген құштарлығым пайда болады.